Сіздердің құрметтеріңіз үшін. Қуаныштың жаршысы жүректен жүрекке хабарласып құттықтаңыздар. Құрметті көрермен тыңдарман, дәл қазір хабарласыңыздар, құттықтаңыздар, жақындарыңызға сәлем жолдаңыздар, және де студенттерді мерекесімен құттықтасаңыздар да болады, және қызықты жағдайларыңыз, оқиғаларыңыз болса, онымен де бөлісіңіздер. Енді менде студенттік шақтағы қызықтардың бірі десек те болады, ол деген кәдімгідей сабақтан қашып, мұғалімдердің көзіне көрінбей қашып жүру. Кәдімгідей мен музыка бөлімінде оқығандықтан, мен музыка мамандығын бітіріп жатқан кезде, оқып жатқан кезде бір спецтен беретін мұғалім, спец дегенде біздің мамандық бойынша дайындайтын мұғаліміміз кәдімгідей артымыздан қуалап іздеп жүретін. Қайдасың, отыр деп. Біз енді музыкада оқығаннан кейін мұғалім және мен жағы бір ғана оқушы кәдімгідей бірге отырып, аспапта ойнап дайындаламыз, үйренеміз деген сияқты. Және де бізге мұғалімдер ұнамайтын, немесе мұғалім біздің сыртымыздан құттықтап, отыр 2 сағат отыр дайындалсын, 2 сағаттан келіп ашамды, содан кейін үйіне қайтасың деп айтатын. Содан қашатынбыз. Өйткені біздің мұғалімдеріміз кәдімгідей бізді сыртымыздан құттықтайтын, біз отыратынбыз 3-4 сағат, ол кейде бізді ұмытып кететін, кейде хабарласатынбыз. Одан кейін басқасына хабарласып, өздері бізді құттықтап үйлерге кетіп қалатын. Сондай жағдайлар да болатын. Өйткені мұғалімдер енді бізді ұстай алмайтын. Ұстап алғаннан кейін дереу бір сыртымыздан құттықтайтын. Енді сондай жағдайға тап болғаннан кейін біздер
енді мұғалімді көрген сайын сабағына бармаймыз, бүгін дайындалғым келмейді, бүгін отырғым келмейді аспапта деп ше. Қалғандары біздің менімен бірге оқитын достарымның барлықтары қазір бірге басқа жаққа барайын деп жатыр, қыдырайын деп жатыр, саябаққа барайын деп жатыр, немесе асханаға барып тамақ ішейін деп жатқан кезде мен мұғаліммен қасында отырып дайындалғым келмейтінде, мен де мұғалімді қашып кәдімгідей анау өзім достарыммен бірге барып шай ішетінбіз. Сол кезде мұғалім кәдімгідей бізді іздейтін, артымыздан қуатын, іздейтін, сондай кезде біз кәдімгідей қашатынбыз. Білмейді, сол шақтар мен үшін өте қызықты, ерекше болатын. Енді қазір есіме түсіп жатыр, күліп жатырмын, бірақ мен үшін ол кезде бір кәдімгідей қорқынышты жағдай болатын. Менің ойымша, музыка бөлімінде оқыған студенттердің барлығы түсінетін сияқты. Өйткені дәл осылай спец мұғалімдері әркімнің артынан өстіп